Баршаңызға сәлем, сіздермен Ақбала. Бүгін өте ерекше пицца дайындаймыз. Ерекшелігі оның қамырында, яғни қамырын ешқандай да басып көтерілуін күтіп отпайсыз, тек барлығын араластырасыз да құя саласыз. Ол үшін қамырын дайындау үшін айранға жұмыртқа, дәміне қарай тұз, қант және де қамыр қопсытқыш, кішкене өсімдік майын қосып араластырамыз. Одан кейін ұнды қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Бізде осындай сұйық қамыр жасалынады. Енді протеин үстіне жақсы сапалы пергамент қағазын төсеп, қамырды құйып, тегістей жайып шығамыз. Одан кейін 200 градустық қызып тұрған пешке 15 минутқа салып аламыз. Енді пиццаның үстіне қоятын тағамдарымызды дайындап аламыз. Ол үшін қызанақ пен шұжықты турап аламыз. Енді соусын дайындайтын боламыз. Ол үшін томат пастасының үстіне су құямыз, кішкене шым-шым құмшекер себеміз және де сарымсақты осылай үккіштен өткіземіз. Одан кейін кепкен шөптерді қосамыз. Мен базилик және орегано қостым. Одан соң барлығын жақсылап араластырамыз. Мен асығыс болғандықтан қамырдың асты піскеннен кейін екінші жағына аударып тезірек пісіріп алдым. Одан кейін үстіне осылай соусын толықтай жайып шығамыз да қызанақты орналастырамыз. Одан кейін үккіштен өткізілген ірімшікті толықтай үстіне саламыз. Және ең соңынан шұжықтарды қойып шығамыз да пешке қайтадан 10 минутқа салып аламыз. Мінекей бізде осындай өте әдемі және өте дәмді пицца пісіп шығады. Өте оңай дайындалады. Жасап көріңіздер. Егер де видео ұнаса, каналыма жазылып қоңыраушаны баса кетіңіз. Достарыңызбен бөлісуді де ұмытпаңыз. Баршаңызға ас болсын.